Сәлеметсіңдер ме? Менің әдепті оқушыларым. Сендер де барлығы жақсы деп ойлаймын. Менің де жағдайым жақсы. Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Сабағымызды мына бір өлең жолдарынан бастағым келеді. Достары көп Мараттың, ойнайды олар аулада. Ағасы мен Болаттың, барады олар тауға да. Балалар, сендердің достарың бар ма? Тамаша. Дос болғанның пайдасы өте көп. Достар бізді жақсылыққа үйретеді. Көңілімізді жақсы көтереміз. Достықты бағалай білу керек. Балалар, дос деген сөзде ең алғашқы дыбыс қандай дыбыс? Д дыбысы. Дұрыс айтасыңдар. Ал достармен біз көңілімізді қалай көтереміз? Бос уақытымызды қалай өткіземіз? Әрине біз ойнаймыз. Біз ойнағанды жақсы көреміз. Ал достармен қандай құралдармен ойнауға болады? Дұрыс айтасыңдар. Доппен ойнауға болады. Дойбы ойнауға болады. Және домбыра шертуге болады. Егер де араларыңызда домбыра шерте алатын балалар болса. Елі балалар, біз бүгін Д әрпімен танысамыз. Д әрпін меңгереміз, сызбаға сай сөйлем құрастырамыз, және де заттың атын білдіретін сөздермен танысамыз. Балалар, бұл Д әрпінің баспа түрі және жазба түрі. Жазу үлгісін сендер жазу дәптерлерінде сызықтарды бастыра отырып жаза аласыңдар. Ал енді сөздерді оқиық. Дала. Далада. Жарайсыңдар. Аула. Тұтас оқуға үйренейік. Аулада. Жарайсыңдар. Дана. Данада. Жарайсыңдар. Бұл жердегі дана деген сөз бас әріппен жазылады. Себебін сендер білесіңдер. Есімізге түсірейік. Адамның аты жөні, жер су аттары бас әріппен жазылады. Жарайсыңдар. Ал енді бұл бізде қандай белгі? Тік төртбұрыш. Нені білдіреді? Дұрыс айтасыңдар. Сөзді білдіреді. Ал сөз заттардың, қимылдардың атауын білдіреді. Әрбір сөздің өзінің мағынасы болады. Тіпті сөздерге сұрақ қоюға болады. Ал сөйлем дегеніміз не, есімізге түсірейік? Сөйлем дегеніміз тиянақталған ойды білдіреді. Сөйлем бірнеше сөзден құралады. Алғашқы бірінші сөз бас әріппен жазылады, соңына тыныс белгі қойылады. Немесе нүкте, немесе леп белгісі, немесе сұрақ белгісі. Ал енді біз бәріміз сөйлем құрастырып көрейік. Суретке назар аударайықшы. Бұлар кімдер? Достар. Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Ал енді олардың сұрағын тыңдап көрейік. Сенің досың бар ма? Назар аударайықшы. Егер біз сұраулы сөйлем қойсақ, біздің дауыс ырғағымыз қандай болады? Тағы да сұрақ көрейік. Сенің досың бар ма? Жауап беру үшін бізге неше сөз қажет? Дұрыс айтасыңдар. 3 сөз қажет. Жауап беріп көрейік. Дұрыс. Менің досым бар. Немесе менің досым көп деп жауап беруге болады. Сонымен балалар, сөз дегеніміз заттардың, не құбылыстардың атаулары. Әрбір сөздің мағынасы болады. Сөздерге сұрақ қойылады. Заттың атын білдіретін сөздер болады екен. Адамның, жануарлардың және заттардың атын білдіретін сөздерге кім, не, кімдер, нелер деген сұрақ қойылады. Бірақ балалар, есімізге сақтайық. Кім деген сұрақ, кімдер деген сұрақ тек қана адамдарға қатысты қойылады. Жануарларға, заттарға, құстарға, балықтарға нелер деген сұрақ қойылады. Шатаспаңдар. Қанекей, мысалы, бұл кім? Бұл дәрігер. Дәрігер сөзінде алғашқы дыбыс қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар. Д. Мынау не? Дельфин. Дұрыс айтасыңдар. Дельфин сөзінің алғашқы дыбысы қандай? Д. Д бізде дауыссыз дыбыс.
оқушылар. Неге біз кімдер деп қоямыз? Егер заттардың немесе адамдардың саны көп болса, біз кімдер деген сұрақты пайдаланамыз. Кімдер отыр? Оқушылар отыр. Нелер? Оқулықтар. Жарайсыңдар. Ал ендеше ойын ойнап көрейік. Мінекей менде екі дорбаша бар. Қызыл дорбаша және жасыл дорбаша. Қызыл дорбашаға біз кім деген сұраққа жауап беретін сөздерді орналастыру керекпіз. Ал жасыл дорбашаға не деген сұраққа жауап беретін сөздерді орналастырамыз. Ойлануға 1 минут уақыт беремін. Жауабымызды тексеріп көрейік. Кім? Мұғалім. Кім? Әже. Өйткені олар адамдар. Не? Мысық. Не? Домбыра. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі сабақта сендер өте белсенді болдыңдар. Мен сендерге алғыс айтамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.